пайдасы бар ма? Әрине бар. Ұлдар 8. Алдыңғы есепте ұлдар белгісіз болған. Ал бұл есепте ұлдар белгілі. Қыздар белгісіз, 4-еуі артық. Бұл есепте қыздар белгісіз, алдыңғы есепте белгілі болған. Демек, бұл есеп алдыңғы есепке қандай есеп болады? Әрине, кері есеп болады, балалар. Олай болса, есептің шешуін өздерің шығарып көріңдер. Бұл санды бірнеше бірлікке арттыруға берілген есеп. Бұндай жағдайда қандай амал қолданатын едік? Әрине, қосу амалын қолданатынбыз. Онда өздерің шешуін шығарып көріңдер. Тексеріп көрейік. Шешуі 8 мен 4-тің қосындысы 12-ге тең. Жауабы: сурет үйірмесіне 12 қыз қатысады. Жарайсыңдар, балалар. Сендер 12 санының құрамы негізінде кері есепті де орындай білдіңдер. Сонымен, балалар, енді сендер 12 санының құрамын қаншалықты меңгергендіктеріңді білу үшін жылдам тап ойын ойнаймыз. Бірнеше өрнектер берілген. Әр өрнекте белгісіз қосылғыш бар. Сол қосылғыштарды тапқан кезде 12 саны шығады. Олай болса, ойланып көріңдер. Енді жауаптарыңды тексеріңдер. Сонымен, балалар, 9 мен 3-тің қосындысы 12-ге тең. 8 мен 4-тің қосындысы 12-ге тең. 7 мен 5-тің қосындысы 12-ге тең. 6 мен 6-ның қосындысы 12-ге тең. Жарайсыңдар, балалар. 12 санының құрамын жақсы меңгердіңдер деп ойлаймын. Сонымен, балалар, бүгін сендер бір таңбалы және 2 таңбалы сандарды ондықтан аттап өту арқылы ауызша қосу және азайтудың тәсілдерін меңгердіңдер. Есепті шығарып, кері есеп құрастыра білдіңдер. Белгісіз қосылғышты табу арқылы 12 санының құрамымен толық таныстыңдар. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды.